Наурызда не жаңалық? Планеталардың таңғы жиыны, сүмбілені бақылау және ай соңындағы кешкі трио. Наурызда ерте тұрып, шығысқа көз тіксеңіз, әдемі топ құраған Марс, Юпитер және Сатурнды байқайсыз. Үш планета ай бойы таң атқанша көрінеді. Олар наурыздың басында, Марс мұнда, Юпитер үстінде орналасқан сап түзейді. Бірақ Марс күн сайын ал планеталарға жақындағандай көрінеді. 17-сі, 18-і және 19-на жіңішкеріп бара жатқан жартай үш планета мен аспан квартетін құрайды. 19-і 21-не Марс Юпитердің астынан өтеді де, айды мұнда, Сатурнның дәл астында аяқтайды. Қыс пен ерте көктем аспандағы ең жарық жұлдыз Сириусты тамашалайтын кез. Қазақша сүмбіле деп аталатын жұлдыз тазы немесе үлкен арлан шоқ жұлдызында. Жарықтығының басты себебі ол күнге ең жақын жұлдыздың бірі, 8,6 жарық жылында. Сүмбіле шындығында қосар жұлдыз, бірақ ақ егежейлі серік жұлдызды көру үшін лайықты телескоп қажет. Сүмбілені табу өте оңай. Оңтүстіктен Орионды іздеңіз. Орион белдігін құрайтын үш жарық жұлдыз төмендегі сүмбілеге нұсқайды. Ал оңтүстік жартышарда олар жоғарыға нұсқайды. Бірнеше жыл бұрын жұлдызаралық кеңістікті зерттей бастаған НАСАның Voyager 2 ғарыш аппараты сүмбілеге бет алған. Ол 300 мың жылдан соң жарық жұлдыздан 4,3 жарық жылында өтеді. Ақыры 28 наурызда күн батысы мен батыс аспандағы шолпан, жартай мен үркердің әдемі топтасуын тамашалаймыз. Үркер ең танымал жұлдыз шоғырының бірі, себебі ол өте жарық және қалада да көрінеді. Шоғырдағы ең жарық бірнеше жұлдыз ғана жай көзбен көрінгенімен, шынында онда дүрбі не жағын телескоппен қарағанда көз жауын алатын жүздеген жұлдыз бар. Наурыздағы ай фазалары. НАСАның қазіргі және болашақ барлық миссиялары NASA.gov сайтында. Мен Престон Дайч, NASA реактивті қозғалыс зертханасынан және бұлай жөнінде осы.